Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі сочный болып шығатын, дайындалу жолы да өте оңай бургер дайындаймыз. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы су, ашытқы, жұмыртқа, қант, тұз және де ұн қосып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Қамыры бауырсақтың қамыры сияқты өте жұмсақ болып шығу қажет. Содан соң ең соңынан сұйық майымызды құйып, тағы да бір басып шығамыз. Бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Бургердің котлеттерін дайындауға кірісеміз. Сиыр етінен дайындалған фаршқа пияз, чеснок және де 2 тілім нанды сүтке батырып қойып, оны қосамыз. Тұзын, бұрышын, паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып, отбивать етеміз. Менде 9 котлет шықты, сол аралықта қамырымызда дайын тұрады. Оны да бірнеше бөліктерге бөліп аламыз да домалақтап формамызға саламыз. Және де беттерін басып, үстіне жұмыртқаның сарыуызы мен сүтті араластырып, щеткамен жағып шығамыз. Содан соң кунжут сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пешімізге 35-40 минутқа салып пісіріп аламыз. Бургердің тоқаштары дайын болғанша біз грильде котлеттерімізді дайындап алатын боламыз. Грильницаға салып 7-8 минуттық режимге қойып пісіріп аламыз. Сіздерде грильница болмаған болса, онда сковородкаға қуырып алсаңыздар болады. Дайын болған котлеттеріміздің үстіне сыр қойып, ертіп аламыз. Біздің тоқаштарымызды дайын болды. Теңде 2 бөлікке бөліп, грильницаның үстіне қойып аламыз. Және де соусымыз үшін бізге майонез бен кетчупты араластыру қажет болады. Тоқаштың астыңғы бөлігіне жаңағы соусымызды жағамыз. Содан соң салатный листья, оның үстінен помидор және де котлетімізді және де тоқашымыздың үстіңгі бөлігіне соус жағып, котлетіміздің үстіне қоятын боламыз. Осымен біздің үй жағдайында дайындалатын өте дәмді болып шығатын бургерларымыз дайын. Ас болсын!